Сәлем сұлулар, бүгін сіздермен осындай өте керемет, бір қарағаннан тәбетіңді ашатын, дастарханның сәнін келтіретін түріктің пахлавасын дайындайтын боламыз. Дүкендерден көрсек, осы пахлаваларды алғымыз келіп, айналып өте алмай қаламыз. Дәл сол пахлаваларды мен сіздерге үйдегі бар заттардан дайындап көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалап, подписация етіп, лайктарыңызды басып кетіңіздер, жарай ма? Ендеше достар, көп созбай біздің рецептімізге көшейік. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Қамыр үшін бізге суымыз қажет, сары майымыз қажет, және де қаймағымыз қажет. Қаймақты салып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып, кішкене араластыра алатын боламыз. Араластырған үстіне кішкене уксус, бір чайный ложкадай уксус салып жібереміз. Разрыхителімізді саламыз. Және де үстінен ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Мінекей достар, менің қамырым осындай қолға жабыспайды, өте жұмсақ, сондай хош иісті қамыр болып шықты. Оны жылы жерге немесе осындай салфанмен салып жұмсару үшін қойып қойсаңыздар болады. Қамырымыз июі қанғанша осындай қаймақ дайындайтын боламыз, яғни начинкасын дайындаймыз. Начинка үшін бізге осындай сүт қажет, салқын сүт болу керек. Сүттің үстіне қантымызды саламыз, оның үстіне осындай манный крупа кашамызды салатын боламыз. Кашамызды осылай мұздай сүттің үстіне құйып араластырып аламыз да отқа қоямыз. Ал егерде ыстық сүттің үстіне манный каша құятын болса, ол манный кашамыз біздің іртік болып жабысып қалады, оны барлығымыз білеміз. Осылайынан бір қайнағаннан кейін, 1-2 минуттан кейін өшіріп қоятын боламыз. Одан кейін қайматымыз суығанша қамырымызды жайып дайындай беретін боламыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, домалатып аламыз дағыны. Онымен жаймаймыз, осындай кукурузный крахмалмен жаятын боламыз. Онымен жаюға мүлдем болмайды, достар. Жұқа-жұқа етіп барлығын жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымызды екі жағынан осылай біріктіріп, жаймендеп ашатын боламыз. Осы қамырымыздың ортасына тағы да начинка ретінде осындай жаңғақ қоюымыз керек еді. Мен жаңғақты дайындаған жерім кадрға түспей қалыпты, достар. Өздеріңізге осылай 300 граммдай жаңғақты теркадан немесе блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Және де суыған қайматымызды бетіне осылайынан кішкене бөліктерден қойып шығатын боламыз. Және де қамырымыздың қалған бөлшектерінде дәл осылай етіп, жайып, іштеріне начинкаларын салып, түйіп шығатын боламыз. Дайын болған пахлаваларымызды осылай қалаған ыдыстарыңызға әдемілеп орнатып алсаңыздар болады. Газымызға салмастан бұрын үстіне тек қана осындай сары майды ерітіп, бетіне жағып шығатын боламыз. Қызған пешімізге 170-180 градуста пісіріп алатын боламыз. Енді кезек біздің пахлавамыз дайын болам дегенше біз сиропын дайындайтын боламыз. Сиропты біз пахлавамыз піскен кезде үстінен ыстықтай құятын боламыз. Ол үшін бізге осындай қант, су және де лимонның сығындысы қажет. Лимонның сығындысы болмаса, лимонный кислота да жарай береді. Барлығын 15 минутқа газға қайнатып алатын боламыз. Пахлавамызға осылай пештен шыға салысымен сиропты үстінен құйып алатын боламыз. Себебі сиропымызды пахлавамыз өзінің бойына сіңіріп алады осылайынан. Және де қалауларыңызша дәндермен немесе осылай мен сияқты жаңғақтарды үстіне сеуіп сәндеп қойсаңыздар болады, достар. Достар, сіздер де мен сияқты үйдегі бар заттармен осындай өте керемет түрік пахлавасын жасап жесеңіздер болады. Егер де мен дайындаған рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарийіңізді қалдырып, маған подписация етіп кетіңіздер. Осындай керемет рецепттермен келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.